Қаһары қатты Қабанбай. Қабанбайды біз күні кешеге дейін шала-пұла білетінбіз. Соның бір дәлелі 1975 жылы жарық көрген Қазақ Совет энциклопедиясындағы ол туралы мәлімет. 6 том 202 бет. Оның айтуынша Қабанбайдың туған, қайтқан жылы белгісіз. Найманның Қаракерей руының биі болған, кіші жүздегі уақиғаларға да араласып отырыпты. Бұл мәліметтерден қазақтың ең айтулы батыры туралы дәнеңе де біле алмайсың. Ойбай-ау, ешқандай нақты елігі ел есінде қалмаған ба деп қайран қаласың. Кеңес заманында Бөгенбай Қабанбайды жазғаны үшін біреулер жаза тартып та қалған. Соған қарағанда ол кездің энциклопедиясы одан гөрі жарытып не айта алсын. 1757 жылы Қаракерей Қабанбай 67 жаста екен. Сол жылы қазақ қалмақ Тарбағатай Алакөл төңірегінде соғысады. Бұл кез Ақтабан шұбырындының аяғы қазақтардың ғажап-ғажап жеңістеріне ұштасып, жау қолында қалған қазақ жері түгелдей дерлік жаудан тазырып қалған кез. Қазақтың бетін қайтсек қайтарамыз деп қалмақтар әрі сасып, әрі жан таласып жатқан шақ. Сол соғыста 20-ның ішіндегі қалмақтың Арқауыл деген жас батыры жекпе-жекке менімен Қабанбай шықсын деп ұрандайды. Арқауыл алпамсадай асы әрі жігіт екен. Қарагер атқа мініп ортаға шыға келгенде астындағы аты есек сияқтанып көрініпті. Қабанбайды жекпе-жекке шақыртып отырған қалмақ басшылары Шағдор мен Убашының бұл жолғы есебі бұрыннан белгілі, сыналған есепті. Бір ғасыр бұрын, дәлдеп айтқанда 1653 жылы егде тартып қалған Салқам Жәңгірді де Сесен деген қалмақтың 17 жасар ұлы Қалдам деушілер де бар. Өстіп жекпе-жекке атап шақырған. Сәскеден ұлы бесінге дейін созылған жекпе-жекке Жәңгір шыдас бере алмай, жас қалмақ ақырында оны сайып түсіргенді. Қалмақтар бұл жолы да сондайдан дәмелі болған. Арқауылдың мақсаты сайысты ұзаққа созып жеңу. Сол жолғы соғысты әлі хан сайланбаған Абылай сұлтанның өзі басқарған екен. Қазақтар алпамсадай Арқауылды көріп қатты сасады. Абылай да басқалар да қалмақтардың түпкі ойын түсініп тұр. Сонда Абылай қолбасшы өзі атынан түсе қалып, шап айланып тартады да, мен шығайын дейді. Қабекеңді қайткенде де жібермеу керек. Саған болмайды деп, бәрі оған қарсы болады. Сонда Абылай, ендеше ағалар, атой салайық депті. Атой салуға әрине болатын еді, бірақ оның намысқа тиетін жер бар. Қабанбай қорыққан соң қазақтар жабылып шапты деуі ғажап емес. Қабанбайды жібермеу керек деп, Бөгенбай да мазаланады. Ажалына асығып тұр екен, өзім-ақ барайын дейді Қабанбай мұрты тікірейіп. Қабеке, қойыңыз деп, оған Абылай тағы жалынады. Наурызбай шықсын, Наурызбай деген жұрт арасынан сөз шығады. Өйткені ол да Арқауылдай асы әрі болған. Қабанбай шық бері деп Арқауыл қазақша айғайлай бастайды. Мен шығайын, ұрыс ұзаққа кетеді. Қабекеңнің шыдауы қиын болады дейді Наурызбай. Торы ала атының құйысқанын қысқартып, шап айлымен төс айлын қайта тартып. Бірақ Қабанбай ешкімді тыңдамайды. Қой қайыруға кетіп бара жатқан адамша найзасын көлденең ұстап, ортаға беттейді. Екіленіп шаппайды да, текіректеп желмейді де, жайбарақат оны көріп Арқауыл тұра шабады. Менмен батырдың оңтайлап келе жатқан найзасын Қабанбай қылышпен астынан қағып жіберіп, қақ бөліп тастайды. Арқауыл қайта барып, тағы бір найза ұстап қайтады. Бірақ бұл жолы ол да қынабынан қылышын суырады. Қазақтың батыр шалы найзасын бақан құрлы көрмегенінен ол да ой түйсе керек. Алайда жас батыр қылышын сермеп үлгермейді. Қабанбайдың найзасы иығынан тиіп, атынан ауып қалады. Арқауыл атына қайта міне берем дегенде Қабанбай оны найзамен қайта сайып түсіреді. Енді ол Қабанбайға жаяу ұмтылады.
Қабанбай қалқамен қорғанып қалады. Арқауылды өлтірейін дегенде адамдай емес, онымен ойнап жүргендей шегіндіре қалмақ батырын атынан алыстатып әкетеді де бір сәт Қабекең тақымын қатты қысып қалғанда астындағы қубас ат тікесінен тікірейіп арқауылдың тап қасына жетіп барады. Көз ілеспес жылдамдықпен Қабанбайдың алмас қылышы жарқ етеді. Арқауылдың басы қақ бөлінеді. Бұл жекпе-жектің өзінен гөрі алдындағы жағдайы әсіресе үлгілі. Байқасаңыз, бас қолбасшы Абылай да, аға батыр Бөгенбай да, іні батыр Наурызбай да бәрі Қабанбай үшін құрбан болуға даяр. Кімнің қалай ойлайтынын қайдам, мен сол бір бауырмалдықтары мен қимастықтары үшін Абылайдан да, Бөгенбай мен Наурызбайдан да әрқашан айналып кеткім келіп тұрады. Қайсы елде, қай заманда бұрын соңды мұндай бауырмалдық бола қойды екен? Тарих ондайды біле ме екен? Сондай бауырмал батырлар бар қазақты сол кезде қалмақтың жеңем деуі әрине ақымақтық. Өйткені бауырмалдық деген бірлік, ал бірліктен күшті не бар? Мен бұл жекпе-жектің егжей-тегжейін қазақтың аңызынан, әсіре әңгімесінен немесе ұрпақтарының мадақ шежіресінен келтіріп отырғаным жоқ. Бұл шындықты сол жекпе-жектің бас қасында болған Қазыбек Бек Тауасарұлы өз кітабында жазып кетіпті. Түп-тұқайынан өзіме шейін 359-361 бет және сүйсініп мақтанышпен жазыпты. Ерасыл, Ізбасар, Дарабоз, Қабанбай осының бәрі бір Қабанбайдың аты. Ол 1690 жылы сыр бойындағы Ұғырық деген өзеннің сырға құяр сағасына туыпты. Оның түп бабасы Сайбек деген кісі екен. Ал түп нағашысы Қатаған Тұрсын хан деседі. Жылы жылқы екен. Азан шақырып қойған аты Ерасыл. Ал оның Ізбасар аталуы уақытша ғана. Оқиға былай өрбейді. Әкесі Қожағұл біраз уақыт арқада Есіл Нұра өзендерінің арасында тұрып, содан Жоңғар қақпасы маңайына көшіп барыпты. Ерасылдың балалық шағы сонда өткен. Бірақ ол 17 жасқа келгенде әкесін қалмақтар өлтіріп, содан оларға кекті болған. 2 жыл өткенде қалмақ аулына барып, әкесін өлтірген Шоңжы деген батырды үйінде өлтіріп кетеді. Қалмақтар Ерасылды ұстап беріңдер деп пәле сала берген соң, қара керейлер оны жездесінің ауылына 6 ай асырып жібереді. Сонда жүргенде ол Ізбасар болып жасырын атпен жүреді. Ерасылдың алғаш үлкен ұрысқа қатысқан Аягөзде 1717 жылы көрінеді. 27 жасқа келген алпамсадай ұзын мұрты бар жігіт екен. Ол соғысты Қайып басқарыпты. Оған Әбілқайыр да қатысқан. Алайда Қайып пен Әбілқайырдың өзара бас араздықтарының кесірінен қазақ қолы көбірек шығынға ұшыраған. Себебі Қайышқа ерегісіп Әбілқайыр өз қолын ұрыстан алып кетеді. Қабанбайдың да басқалардың да Әбілқайырды жақтырмай өтуі осындай қылығынан. Өз жеке басының мүддесіне бола ел мүддесін құрбан ете беретінен оның сатқындыққа жататын сол қылығына жас Қабанбай қатты күйініп, ел көзінше сыртынан сыбай боқтағанда көрінеді. Қайып пен Әбілқайыр құсап, жеме-жем шақта жеке бастарының араздығын ел қамынан да артық санап кететіндеріне бола төрелерді қазақ онша ұната бермеген. Оны ашына айтқан әсіресе Әсет ақын. Ерасылдың Көкен деген ат қосшысы дауысы өте зор әнші болған көрінеді. Батырдың өзі де ду-думанды жақсы көретін, серілігі бар, әнді айтып жіберетін кісі екен. Батырлықтың тек қаһардан емес, мейірден де туатынын Қабанбайдың ол мінезі елестетсе керек. 27 жасында қасына ат қосшы ертіп жүргеніне қарағанда, Қабекең сол кездің өзінде бір аймаққа аты белгілі адам болып алған сияқты. Әңгімені баптап айтатын, мақтағанды да, мақтанғанды да жек көре қоймайтын адам болса керек.
Қабанбайдың халық батыры ретінде кең танымал болған тұсы Ақтабан шұбырыны кезі. 1726 жылы Ордабасыдағы жиыннан кейін Әбілқайыр бас қолбасшылық жасаған соғыс. Айран төгілген жер деген жерден өтеді. Бұл Сарысу өзенінің бойы. Бас қолбасшының белгілеуі бойынша орыс бірден 4-7 өтеді. Өйткені бұл соғысқа қазақ қалмақтың қолын қосқанда шамамен 90 мыңға жуық адам қатысқан секілді. Қанша адам әрине тар жерде тоқтайласа алмайды. Жолбарыс хан басқарған ұлы жүз қолында 17 мың, Сәмеке басқарған орта жүзде 20 мың, Әбілқайырдың өзі басқарған кіші жүз қолында 7 мың адам болады. Жолбарыс ханның шатыры Бұланты дейтін Сарысудың басындағы кішкентай өзеннің бойына тігіледі. Айран төгілгендегі соғысты көп тарихшының Бұлантыдағы соғыс деп жеке өткен соғыс тәріздендіріп шатастыратыны сондықтан осы соғысқа Қабанбай әлі Ерасыл атымен төмен 10 мың қол басқарып қатысады. Ұрыс алдында бас қолбасшы белгілеген пәрмен бойынша қазақ қолы қалмақтарды қоршауға алып, Айқор алаңында ұрыс соғысады. Ол қоршаудан қалмақтар аз құтылады. Жекпе-жегін қосқанда 4 күнге созылған бұл ұрыста қалмақтар жеңіліс тауып көп қырылғандықтан айран төгілген даласы содан былай қалмақ қырылған атанып кетеді. Қалмақ қырылған соғысынан кейін қалмақтар кек қайтару үшін тағы бір үлкен ұрысқа дайындық жасайды. Қалмақтың бетін оңдырмай бір қайтарған қазақтар да жеңіске жеңіс ұластырып бір жолы үстемдік алу үшін ұмтылады. Осы мақсатпен Қалдан Серенің ағайыны Жамбын батыр 5 мыңдай қолмен хан тауындағы қалмақтарға қосылуға бет алады. Жаудың бұл жұмысқа ойын біле қойған Ерасыл олардың басын біріктірмеу үшін Қарағайлы деген жерде әдейі ұрыс салады. Қабанбайдың 5 мыңнан басқарған мың басылары Тауасар, Шоңай, Қара, Барақ, Дәулетбай батырлар болады. Жекпе-жекке шыққан айтулы батырлардың қатарында Сасан, Шәкәрім, Бура, Боранбай, Дәрімбет, Дақа, Сарман, Шағын, Бағар, Ұрысқұл, Доғал болыпты. 17 күнге созылған Қарағайлыдағы соғыста Ерасыл өзі де жекпе-жекке шығып, бір күнде 6 қалмақты жер жастандырады. Соны көріп тұрған Жамбын қалмақ мынау алған бетінен қайтпайтын нағыз қабан екен депті. Ерасылдың Қабанбай атануы осыдан кейін деседі. Мен осы нұсқаны дұрыс санаймын. Өз қазағы өз батырын олай атай қоюы екі талай тәрізді. Бөгенбайдың бас қолбасшылығымен 1729 жылы Далатауда кейін Аңырақай аталған. Өткен соғыстың қазақтар үшін жеңіс аяқталуына Қабанбайдың өстіп Қарқаралы, Қарағайлы, Аягөз маңында жүргізген ұрыстары тікелей пайдасы тигізген еді. Қалмақ әскерінің бір-біріне қосылып кетіп, Аңырақай соғысында сан жағынан қазақтан басым болмауына Қабанбайдың сол соғыстары тікелей себеп болады. Мұның өзі Аңырақай соғысының стратегиялық, тактикалық мәні жағынан да маңызды әрі сауатты жүргізілгенін дәлелдейді. 1729 жылы Қабанбай Іле Қаратал бойында да үлкен ерлік көрсетіп соғысады. Содан қалмақ қолын арқасының аңқайынан, яғни жоңғар қақпасынан асыра қуып тастайды. Сол ерлігіне сүйсінген Саршуаш ақын оны Дарабозым Қабанбай деп мадақтайды. Оның Дарабоз атануы осыдан кейін. Деректерге, әңгімелер мен аңыздарға зер салсақ, Қабанбай жекпе-жекке есепсіз өте көп шыққан батыр. Жекпе-жектің дәмін жас сайынан татқан ол қартайған кезінде де одан бас тартпаған. Қалмақтың айтулы сан батырын сан рет жер жастандырған, сондықтан оған жекпе-жекке анамен шықты, мынамен шықты деп жалған атақ жамаудың өзі жараса бермейді. Қабдеш Жұмаділов Дарабоз романында Қабанбай батырдың жекпе-жекте батыры Қаскелеңді қалай жеңгенін суреттепті. Бірінші кітап 360 бет. Осы Қаскелең мен Наурызбай батырдың жекпе-жегін түп-тұқайынан өзіме шейін деген кітабында Қазыбек бек Тауасарұлы да өз көзімен көріп тұрдым деп жазады. 278-270 бет. Қаскелең батыр қазақ ішінде
Қаскелең өзенінің бойына туып, атын содан Қаскелең қойған қалмақ. Кейбіреулер айтып жүргендей, өзен мен жердің атауы қалмақтың атымен қойылған емес. Осыған дейін аты жайылмаған Наурызбайды Қаскелең адамға санамайтын сияқты. Ол күрең тұқылымен ары-бері майданда шолаң ұрып салдыртып жүр. Кеше өздерімен бірге асық атысып, доп-тобар ойнаған Қаскелеңнің мына қыр көрсетуін қазақтар көтере алмай, бірнешеуі әр тұстан ақ әкесінің 77 ұстасынан жіберіп жатты. Майдан алаңына шыққанда шоқыдай болып отырған Наурызбайды көріп, қалмақтар шу ете түсті. Оның соншалықты алыптығын соқыр адам да көргендей болатын. Наурызбайды мұндай деп ойламады ма, әлде көрген соң ақ ажалым жетті деп білді ме? Әйтеуір Қаскелеңнің күйгілік дегені қазаққа да, қалмаққа да көрініп тұрды. Наурызбай салған көк сүңгі дегеннен ақ еніп, оның жауырынан шықты. Наурызбай қос қолдап найзаны жоғары көтеріп, бір айыр шөпті алып тастай салған адамдай, оны найзасынан сілкіп жерге түсірді. Жерге ол екі бүктеліп түсті. Наурызбай найзаны енгізгенде қатты күш салған сонша, Қаскелең атының тартпасы да барт етіп, ері ауып, бауырына барған күрең жорға екі артқа аяғын тепкілеп, бауырындағы пәледен ерден құтылғанша майданда шауып жүрді деп суреттейді Қазыбек Бек. Шынына да көріп тұрған адамның айтуы өзгеше айтқандарға мүлде ұқсамайды. Ұсақ түйегіне дейін көзге елестетіп береді. Наурызбай батырдың атын естіген жетісулық әр адам оны ежелден Қаскелеңді жекпе-жекте жеңген батыр деп біледі. Ресми құжаттарда да солай. Қазақ Совет энциклопедиясы Қаскелең туралы былай деп: Шамал ханның бас батыры мыңбасы Қаскелеңді 1729 жылы Балқаш көлінің оңтүстігінде жекпе-жекте Наурызбай батыр садақпен атып өлтірген. 1975 жыл, 6 том, 534 бет. Енді энциклопедияның Наурызбай хақында жазғанына көңіл аударайық. Абылай ханның ту ұстаушы үш батырының Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Шапырашшы Наурызбай, бірі қолбасшы, 10 мың басы Наурызбайдың 1729 жылы Шамал хан мен Қаскелеңді жекпе-жекте өлтірген ерлігі қазақ даласына кең тараған. 1976 жыл, 8 том, 288 бет. Қазыбек Бектің кітабы жарық көрмей қалған күнде де белгілі болып тұрған ақиқатты өйтіп бұрмалау меніңше шындыққа да, Қабанбай бабамыздың атына да обал. Қабанбай онсыз да Қабанбай емес пе? Меніңше тарихты бұрмалау деп осындай өрескелікті айтады. Бөгенбай да, Наурызбай да Қабанбайдың қол астындағы батырлары болмаған. Олардың әрқайсысы жеке-жеке өз алдына дербес түмен басы. Бірі Қабанбайға жасы жағынан аға, екіншісі іні. Бұхар бабамыз Қабанбайға: алдыңда Бөгенбай ер болмаса, артыңда әнің Наурызбай болмаса, солармен ортаң толмаса, жауыңды үштеп шолмаса, көрер едім көтіңді демеуші ме еді. Кезінде Қазыбек бидің көбінесе Бөгенбай жанында болғаны белгілі. Қабанбай ауылына да ауылы жақынырақ, алайда Әбілқайырды өлтірген барақтан құн даулағанда оны Қазыбек би шешпеген, шешуі тиісті емес еді. Өйткені Әбілқайырды өлтіру арқылы барақ кіші жүз бен орта жүз қазақтарының арасына араздық түсіріп кеткен адам. Сондықтан оның ісін орта жүз биі Қазыбек Әбілқайырдың балалары мен туыстары қарата қояр ма еді. Қазыбек Бек жоғарыда аталған кітабында барақтан құн даулап келген Әбілқайыр батырларының дауында бейқұтшылықпен кешкісі келді. Төле ағаның ғаділ билігінен де көп нәрсе білдім, аңғардым дейді. 305 бет. Бірақ Дарабоз романы бойынша барақты Қазыбек би соттайды. 179 бет. Сонда бұл Қазыбек биге немесе Қабанбайға бедел қосуға жарай ма? Жоқ. Төле биді немесе Наурызбайды төмендетуге татый ма? Төле би Қазыбекке, Қабанбай
Наурызбайға аға емес пе? Бірінің ісін екіншісіне зорлап терудің қажеті жоқ сияқты. Бұл романда сондай-ақ Қабанбай мен Арқауылдың жекпе-жегі де жас мөншері қатар адамдардың соғыс ретінде берілген. Бөгенбай батырдың Қабанбайға бағынатын батырша шайқастарда қосалқы жүруі де ұлы жүздің қолын Райымбек батырдың ол кезде әлі жас бала бастап келуі де тарихи шындықпен үйлесе бермейді. Қабанбай жалпы Бұхар бабамыздың айтуынша қаһары қатты батыр болған, ірі денелі, ұзын мұртты, өте сұсты кісі екен. Оның қасында жүретін ең жақын батырлары Керей Жәнібек пен Бәсентин Малайсары болыпты. Әйелі Гаухар кей жорықтарға бірге шыққан, бірге соғысқан ержүрек кісі болған деседі. Қабанбайдың 7 ұлы болған, соғыста ол көк ту көтерген. 1754 жылы ит жылы көктемде Қаратал маңында 2000-дай ғана қолмен Абылай 10 000 қолы бар қалмақ батыры Дабашымен соғысып жеңіліс табады. 300-дей қазақ қырылады. Оған намыстанған Қабанбай мен Наурызбай өзара келісіп 1755 жылы жазда әр қайсы 7 000 қолмен Қараталға жетеді. Қазақ қалмақ алдын ала келісіп 3 күн жекпе-жекке шығады. Бірінші күні алғашқы жекпе-жекке Қабанбай өзі түседі. Қарсыласы Ханхор деген батыр. Қабекең 65-те, Ханхор жас. Қабекеңнің астында әйгілі Қубасат. Қалмақтың мінгені тапал күрең жорға. Қабекең найзасын қалмаққа қарата ұстаған күйі қозғалыссыз тұра береді. Ал анау атын жорғалата келген бойда найзасын Қабанбайға сілтейді. Қабекең қалмақтың найзасын сол қолмен төмен басып, ердің қасына тірей қояды да шоқпармен найзаны бір салып кетеді. Ханхордың қолында сынған найзаның тұтқылы ғана қалады. Сол кезде Қабекең өз найзасын кезеп тұрып, Ханхорды өндіршектен ұрады. Жау құлап түседі. Қабанбай да, Қубас та ат ортада қозғалмай тұра береді. Оған қарсы қалмақтың жаңағыдан да жас батыр шығады. Оны Қабекең найзасын көтере бергенде иықтан сайып түсіреді. Содан кейін қалмақтар ақту көтереді. Дамыл сұрағаны. Кейін Қабанбай қалмақтың екінші батырын тым жас болған соң аяғанын мойындапты. Өндіршектен ұрмай әдейі тірі қалдырыпты. Жауында аяған мұндай жомарт батырлар басқа елде болған ба, болмаған ба, мен өз басым білмеймін. Ғажап мінезді халық болғанбыз. Үшінші күні Қабанбай тағы жекпе-жекке шығып, 4-5 қалмақты о дүниеге тағы аттандырады. Қалмақтың бұл сарбаздары Наурызбай екеуміз шығатын адамдар емес екен дейді Қабанбай. Кейін оларды қорашысынып. Ертесі Қабанбай мен Наурызбай қалмақтарды қоршап алып, Айқораланды соғысын салады. 3 күн жекпе-жекті қоспағанда соғыс 8 күнге созылады. Ақырында қалмақтар түнделетіп қоршаудан қашып құтылады. 1745 жылы Қалмақ хандығының ең беделді қазақ үшін айрықша қаһарлы болған басшысы Қалдан Серен өлгенді. Оның өлімінен кейінгі бірінен біріне жалғасқан тақталас ұзын ырғасы 14 жылға созылады. Сонан соң, яғни 1759 жылы Қалмақ хандығы құрылды. Бұл құру Ақтабан шұбырыны кезінде қазақ хандығының да пешенесіне тиіп қалуы мүмкінді. Бірақ бізді дер кезінде бірлікке шақырып, дәл қажетті сәтінде бас қолбасшымызды сайлап, хан төрелеріміздің бақталастығын тежей білген Төле би, Қазбек би, Әйтеке би теңдесі жоқ әулиелік жасады. 1726 жылы Ордабасыдағы жалпы қазақтық жиын қазақ бірлігінде, қазақ әскерінде, оның нақты басшыларында бір мақсатқа, елді азат етуге бағытталған отан соғысына жұмылдыра білді. Сол отан соғысында Абылай бастаған Бөгенбай, Қабанбай, Наурызбай сынды қазақ генералдары деуге болатын батырлар қалыптасты. Кең байтақ қазақ жерін қан төгіп қорғаған үлкенді кішілі қыруар батырды біз әлі түгендеп те тауыса алмай келеміз. Бұл соғыста қазақ қыздары да ғажап қаһармандық танытыпты. Оны тарихшыларымыз да әлі айтар деген үміт бар.
Мен 1723 жылдың көкегінен басталған ақтаған шұбырынды Алакөл сұлама аталған қазақтың ұлы отан соғысы сол қалмақ мемлекеті құрған 1758 жылы ғана аяқталды деп есептеймін. Оны аяқтағанда Абылай сұлтанның Бөгенбай, Қабанбай, Наурызбай сынды 3 қолбасшысы бастаған сарбаздары, яғни қазақ халқының әскері, бір-бірімен таққа, баққа таласқан қалмақ нояндарына қазақтар кезек-кезек қолдап, алауыздықтарын өршіте түсіп, кейде әскери көмек көрсетіп, бірде қашқандарына пана бола отырып, ақыры ежелгі жауын жерсіз сандырып бітті. 600 мың адамы бар қалмақтан ақырында 30-40 мыңдай ғана Ресейді паналап аман қалды. 1755 жылы біз қалмақты Аңқайға дейін қуып барған соң Қытайлар ойратты шапты. Бұл біздің қазақтың жүгін жеңілдетті. Қалмақтың бір жолы құруына зор үлес қосқан осы Қытай әскері болды дейді Қазыбек бек Тауасарұлы. Түп-тұқайынан өзіме шейін 349 бет. Мен өз басым Тауасарұлының осы жолда Гаухар ханымды да көрдім. Ол да барлық қазақ батырларының қатындары сияқты жорыққа бірге баратын, бірге соғысатын, ер жүрек кісі болатын. Қолынан дәм таттым. Бабамыз Бәйдібектің жорық қазанынан оларға бізге де дәм татырдық дегеннен еш күмәнсіз иланам. Қазақ батырларының сөйтіп бір-бірін сыйлағанына, бауырмал болғанына сүйсінем. Қабанбай қалмақ нояны Әмір Санамен құда болған екен кезінде. Ал Әмір Сананың қазақ Төлекейден туды деген өсегі болды. Ол жайында Зейнолла Сәнік те, Шәкәрім де Тауасарұлы жазып кеткен. Бірақ амал не? Қазір ең құрыса Мәшһүр Жүсіп пен Шәкәрімнің шежіресінде оқымай-ақ тарихи шығарма жаза беретіндер шықты ғой. Жылы жылқы менен 2 жас үлкен еді, 79 жасында дүниеден өтті дейді Қазыбек бек Қабанбайды. Мен оларға Қабанбайға, Бөгенбайға, Наурызбайға қазақтан шыққан арыстандар деп қарадым. Құрмет тұттым дейді мақтанышпен. Найман Төлегетайдың төртеуінің Қаракерей, Садыр, Матай, төртеу ұлының ішінде әзірге мен білгенде Қабанбайдан даңқты да мықты адам болған жоқ деп сүйсінеді. Батырлар да, жай қарапайым жандар да біреуді аса баса ұнату бола береді ғой. Ұзын мұрттың сылап, күлімдеп бұдатын Қабанбай Абылайды онша ұната бермеген көрінеді. Бірақ жек көрмеген. Сондай-ақ Наурызбай батыр Бөгенбайды қатты сыйласа да, одан гөрі Қабанбайды қатты ұнатқан. Соған ұқсауға тырысқан. Ал Абылай Бөгенбай мен Қабанбайға айрықша ықылас қойып, Наурызбайға онша көңіл бөліп қоймаған. Бәлкім қатарласы болған соң қолпаштай қоймаған. Ондай мінез меніңше олардың міні емес, адамдық өзіндік ерекшеліктер ғана. Одан да бір тайпадан бір тайпа шошитындай пікір түюдің қажеті шамалы. Қабанбай шын мәнінде қазақ халқына қорған болған айрықша батыр, жоңғар елі құсап, біздің де Ақтабан шұбырынды жылдарында жер бетінен құрып кетпеуімізге ең алдымен Төле, Қазыбек, Әйтеке сынды ақылмандарымыздың көрегендігі, Бөгенбай, Қабанбай, Наурызбай басқарған батырларымыздың ер жүректігі, Абылайдай саясаткеріміздің ақыл айласы себеп болғанына тарих ана күн өткен сайын көзімізді жеткізуде емес пе? Қазақ даласын батырлығымен таң қалдырған Қабанбай мен Бөгенбай ол дүниеден аттанды. Кім қалады дейсіз, бұл фәниде деп мұңаяды Қазыбек бек Тауасарұлы. Батыр бабалар ұрпақтан ұрпаққа мәңгі қалады. Қабанбайлар халық санасында қай кезде де тірі.